Барлықтарыңа сәлем. Бізде кезекті тақырып процент. Яғни осы процентке байланысты есептер бізде ент-да ең көп кездесетін ауқымды тақырыптардың бірі. Енді бұндай есептер тек қана мәтіндік түрде емес, сонымен қатар көбінесе кесте түрінде де кездеседі. Енді осы процентке байланысты кішкене шолу жасап өтейік. Қараңыздар, бізде осы процент, яғни мысалы сіздерге 65%. 65%-ті санға айналдыру керек. Ол үшін не істейміз? 65-ті 100-ге бөле саламыз. Яғни процентті санға айналдыру үшін сіздер сол процентті 100-ге бөле саласыздар. Яғни 65 бөлеміз 100. Бұл бізде 0,165 болады. Бұл процентті санға айналдырған кезде. Енді қараңыздар. Ал керісінше, мысалы, мынандай есеп берілсе ше. Мысалы, бізде керісінше, яғни санды процентке айналдыру керек болса, ол кезде былай қыламыз. Қараңыздар. Мысалы, сіздерге 5-тен 1 дейтін сан беріп қояды. Яғни 5-тен 1-ді біз не істеуіміз керек? Процентке айналдыруымыз керек. Енді бұны шығару үшін ең алдымен 5-тен 1-ді жаңа процентті санға айналдыру үшін ол 100-ге бөлдік қоя, енді керісінше 100-ге көбейтеміз. Яғни санды процентке айналдыру үшін 100-ге көбейте саламыз. Енді 5 пен 100 қысқарады, сол кезде 20 шығады. Сонда 20% деген. Бізде 5-тен 1 деп отырғанымыз ол 20%. Бұл бізде санды процентке айналдырған кезде. Енді келесі бізде мынандай есептер беріледі. 30%-ке артты, немесе 50%-ке артты, немесе 75%-ке артты деген есептер. Сондай есептерді қалай шығарамыз? Мысалы, сіздерге x деген сан беріледі, яғни бұл сан любой сан. Мысалы, ол 20 болуы мүмкін, немесе 30 болуы мүмкін, немесе 40 болуы мүмкін деген сияқты. Енді осы x саны беріледі. Осы x саны 30%-ке артты дейді сіздерге. Яғни 30%-ке артты десе, қараңыздар, мына амалды қолданасыздар. Яғни x көбейтілген 1-ге процентті қоса саласыздар. Яғни 30% дегеніміз ол 30%-ті санға айналдырған кезде бізде ол 30 бөлінген 100 қоя, ол тең болады 0,3 болады. Яғни біз процентті санға айналдырып 1-ге қоса саламыз. 1 қосылған 0,3 болады. Бұл бізде 30%-ке артқан кезде. Яғни 1-ге 0,3-ті қосатын болсақ, онда 1,3x болады екен. Сонда бізде 30%-ке артты деген сөз, ол 1,3x болды деген сөз екен. Мысалы, бір мысал келтіріп көрейік. 100 саны 30%-ке артсын, 30%-ға артсын. Сол кезде не істейміз? Яғни, x-тің орнына 100-ді қоямыз. 100-ді апарып қоямыз. 1 қосылған 30% ол 0,3, яғни 0,3 болады. Тең 1,3 көбейтілген 100 болады. Сонда, қараңыздар, 1,3-ті 100-ге калькулятормен көбейтіп көрсеңіздер, онда 130 шығады екен. Жауабы сонда 100 саны 30%-ке артқан кезде 130 шығады екен. Енді келесі мысалы, тағы да бір мысал келтіріп көрейік. 150 саны 75%-ға артсын, 75%-ға артсын. Сол кезде қараңыздар, x-тің орнына, яғни 150-ді жазып аламыз, бастапқы санды. Артты десе не істейміз? Қосамыз. Яғни 1-ге қосамыз, 75%-ді біз бірінші бөлшекке айналдырып аламыз, яғни мынау сияқты. Бізде 75% деп отырғанымыз, ол тең болады 75 бөлінген 100. Яғни 75 бөлінген 100 болады. Сонда бізде 0,175 болады екен. 1 қосылған 0,175. Енді 1,175 көбейтілген 150.
Ол тең болады. Так, енді осыны калькулятормен есептеп көрейік. Жауабы сонда 262,5 шығады екен. Жауабы 262,5. Енді бұл 30%-ке артса, 50%-ке артса деген сияқты, яғни артқан кездегі есептер. Енді керісінше бізде кемісін, яғни 30%-ке кеміді немесе 50%-ке кеміді деген есептер болады. Қараңыздар. Мысалы, x саны 30%-ке кемісін. 30%-ке кемісін. Енді осы кезде қалай болады? Енді бізде жаңа артқан кезде қосқан болатынбыз, енді кеміді деген кезде азайтамыз. Мына қараңыздар. Бізде x саны берілген, осы сан 30%-ке кемеген, яғни бірден азайтамыз 0,3-ті. Яғни біз 30%-ті бірінші санға айналдырып аламыз да, азайтып жібереміз. Сол кезде 0,7x болады екен. Жауабы сонда 0,7x. Енді қараңыздар, мысал беріп көрейік. Дәл осы мысал, бірақ кемісін. 100 саны бізде 30%-ға кемісін. Сол кезде сіздерде қараңыздар. X-тің орнында 100 тұр, сонда X-тің орнына 100-ді қоямыз. Бір азайтылған 0,3 болады. 0,3 тең болады. Бірден 0,3-ті азайтсаңыздар, 0,7 көбейтілген 100 болады. Сонда жауабы бізде 0,7-ні 100-ге көбейтетін болсақ, онда 70 шығады екен. Жауабы сонда 70 екен. Жалпы бұл артса, кемісе деген есептер. Енді келесі бізде мынандай түрде беріледі, яғни теңдеу құратын түрде беріледі. Мысалы, x саны y-тің 30%-ын құрайды. Яғни y-тің 30%-ын құрайды дейді. 30%-ын құрайды. Осы кезде не істейміз? Қараңыздар, x саны ол тең, яғни y-тің 30%. Ол y-тің 30% дегеніміз y-ті көбейтеміз 0,3-ке. Яғни бұл y-тің 30%. Енді келесі жағдай бізде мынандай болып келеді. y санының 50% бізде x санына тең дейді. Яғни x санына тең дейді. Енді қараңыздар, бізде y-тің 50% деп отырғанымыз y көбейтілген 0,5. Яғни y-ті 0,5-ке көбейтеміз, сол кезде y-тің 50% шығады. Тең болады x-ке. Жалпы осы формулалар, яғни процентке байланысты негізгі формулалар осы. Осыларды қолдану арқылы процентке байланысты бұлай есептерді шығаруға болады. Кезекті есептен бастап шығара берейік. Құлпынайдың 6% қант дейді. Сонда 35 килограмм құлпынайда неше килограмм қант бар? Яғни бізде жалпы құлпынайдың 36% қантты құрайды екен. Жалпы 35 килограммның ішінде қанша килограмм құлпынай бар екен? Яғни сіздер бұл жерде 35 килограммның 6%-ын тапсаңыздар жеткілікті. Неге? Өйткені құлпынайдың 6%-ы қанттан тұрады. Сонда біз бірінші 6%-ды санға айналдырып аламыз. 6% ол 6 бөлінген 100 болады. Тең болады 0,100-ден 6. Яғни біз 35-ті көбейтеміз 0,100-ден 6-ға. Калькулятормен есептеп көрейік. Сол кезде бізде 2,1 дейтін жауап шығады екен. Яғни 35 килограммның 2,1 килограммы бізде қанттан тұрады екен. Келесі, бізде теңіз суының 95% ғана су дейді.
қалғаны тұз. 6 тонна теңіз суында қанша тұз бар дейді. Яғни бізде қараңыздар, жалпы теңіз суында 95 теңіз суының 95% су, қалғаны тұз. Яғни бізде 95% су болатын болса, онда қалған 5%, яғни бізде барлығы 100% қой. 100%-тен 95% азайтамыз, сонда 5% қалады екен. Яғни 5% деп отырғанымыз ол тұз. 5% тұздан тұрады екен. 6 тонна теңіз суында қанша тұз бар дейді. Яғни біз 6 тонна ол 6000 килограмм, яғни 1 тоннада 1000 килограмм бар. Ал 6 тоннада 6000 килограмм бар. Сол кезде 6000 килограммды көбейтеміз, яғни 5%-ын тапсақ болды. 6000 килограммның 5%-ын тапсақ жеткілікті. Сонда 5%-ды бірінші санға айналдырып аламыз. Яғни 5% деп отырғанымыз ол 5-ті 100-ге бөлеміз, тең 0,100-ден 5 болады. Сонда 6000-ды көбейтеміз 0,100-ден 5-ге. Калькулятормен есептеп көреміз. Сонда бізде 300 килограмм шығады екен. Жауабы Е болады. Келесі бізде төмендегі диаграммада Асанның тамақ ішуінің пайыздық мөлшері кескінделген. Егер түскі асқа 1 сағат 30 минут уақыт жұмсайтын болса, таңғы асты кешке асқа қарағанда қанша уақытқа тез бітіретінін табуымыз керек. Яғни бізде қараңыздар, 1 сағат 30 минутта бітіреді. Түскі ас бізде 45% құрайды. Яғни 45% деп отырғанымыз ол 1 сағат 30 минут. 1 сағатта бізде 60 минут бар. Ал 1 сағат 30 минутта бізде жалпы 90 минут бар. Сонда 1 сағат 30 минутта біз 90 минут деп алсақ болады. Сонда 45% бізде 90 минутты құрайды екен. Енді келесі бізде таңғы асты кешкі асқа қарағанда қанша уақытқа тез бітіретінін табуымыз керек. Яғни бізде кешкі ас 35%, ал таңғы ас 20%. Екеуінің айырмашылығын табу үшін не істейміз? 35%-дан азайтамыз 20%. Сонда тең болады 15%. Сонда таңғы ас пен кешкі ас уақытының арасы бізде 15% екен. Сонда 15% бізде X, яғни белгісіз. Осыны табу үшін не істейміз? Пропорцияға салып жүреміз. X тең 15-ті 90-ға көбейтеміз. Оны бөлеміз 45-ге. Яғни былай X қып кері пропорцияға салып жібере саламыз. Бізде 45 пен 90, екеуін қысқартамыз. 2-ден кетеді. 2-ні 15-ге көбейтеміз, 30 шығады. Сонда таңғы асты кешкі асқа қарағанда 30 минут ерте ішіп бітіреді екен. Жауабы Д болады. Келесі 40 санының 40%-ын құрайтын санды және пайда болған санның 40%-ын табыңыз дейді. 40 санның 40%-ын құрайтын санды олай қалды мен, жалпы 40 санның 40%-ын құрайтын. 40%-ды біз санға айналдырып аламыз, яғни 40% санға айналдыратын болсақ 0,4 болады. 40 көбейтілген 0,4. Бұл 40-тың 40%. Бұл дегеніміз 16-ға тең. Сонда 40-тың 40%-ы 16-ға тең. Енді бірінші жауабы бетіп дөңгелектеп қойық. Келесі бізде және пайда болған санның 40%-ын тап дейді. Бізде пайда болған сан 16 ғой, 16-ның 40%-ын табуымыз керек. Яғни 16-ны көбейтеміз нешеге? 0,4-ге. Сол кезде бізде 6,4 шығу керек. Жауабы 6,4. 6,4 және де 16. Ондай жауап Е жауабында тұр екен. Келесі бізде саяжайдағы ағаштардың 35% жеміс ағаштары. Бұл барлық ағаштардың 50% дейді. Саяжайда барлығы қанша ағаш бар дейді. Қараңыздар, жеміс ағаштары бізде 35 екен. Бұл 35 бізде жеміс ағаштары. Бұл барлық ағаштардың 50%-ын құрайды дейді. Яғни 35 жеміс ағашы ол 50%-ды құрайды екен. Енді сіздерге табу керек
саяжайда барлығы қанша ағаш бар екен. Яғни бізде барлығы 100% қоя. Сонда біз табуымыз керек нені? 100% ағаштардың санын. Бұл бізде x. X табу үшін не істейміз? 100-ді 35-ке көбейтеміз. И оны бөлеміз 50-ге. Так, сонда 50-ді 100-ге бөлеміз 2. 2-ден келеді. 2-ні 35-ке көбейтеміз 70. Жауабы сонда 70 болады екен. Келесі бізде сан 25%-ға арттырылды дейді. Бастапқы сан шығу үшін соңғы санды неше пайызға кеміту керек дейді. Енді бізде бастапқы сан x болады, не? Белгісіз, яғни қандай сан екені белгісіз. 25%-ға арттырылды десе, қосамыз, 1-ге қосамыз 0,125-ті. Так, бұл бізде 1,125x болады. 1,125x болады екен. Бізде 25%-ға арттырылғаннан кейінгі бағасы, яғни 25%-ға арттырылғаннан кейінгі сан бізде 1,25x болады. Енді былай алсаңыздар болады. 1,25x бұл бізде 100%. 100% сан деп аламыз. И сіздерде бастапқы сан шығу үшін қанша пайызға кеміту керек деп тұр. Яғни бастапқы сан бізде x болады, не? Осы x саны шығу үшін міне y% болу керек деп есептейміз. Яғни бұл x наның y пайызын құрайды деп есептейміз. Енді осы жерден y табу үшін не істейміз? X-ті 100-ге көбейтеміз. 100x бөлеміз 1,25x-ге. 1,25x-ге. Бұл жердегі x пен x кетеді. Сонда қалатына бізде 100 бөлінген 1,25. Ол тең болады 80. Сонда y бұл жерде 80%-ға тең екен. Y тең 80%. Енді 1,25x ол 100%, ал x-іміз 80%. Сонда бастапқы сан шығу үшін 100-ден бастап 80-ге дейін, яғни 20%-ге кемітуіміз керек. Яғни 100-ден 80-ді азайтамыз, тең 20%. Яғни 20%-ге кемітуіміз керек. Жауабы Д болады. Келесі, ауылда 1240 үй бар. 80 үйде ит бар, ал 50% үйде мысық бар. Ең аз дегенде қанша үйде ит те мысық та бар дейді. Бірінші, ит пен мысықтың сандарын біліп алайық. 1240, яғни 1240 үй бар. Оның 80%-ында, яғни 0,8-інде ит бар. Бізде иттердің саны. Ал бізде мысықтардың саны, яғни мысық бізде 1240 көбейтілген 0,5 болады. Енді осыны калькулятормен есептеп жіберейік. Сонда бізде біріншісінен, яғни иттердің саны 992 шығады, ал мысықтардың саны болса 620 шығады. Енді бұл мысықтардың саны 620, ал иттердің саны 992. Енді итте мысықта ең аз дегенде қанша итте, қанша мысықта кездеседі. Енді осының алдында біз тақырыптарда Вен диаграммасын өткен болатынбыз. Яғни бұл жерде мысық бар және ит бар. Яғни екі шеңберді саламыз. Бұл бізде иттер, ал мына жерде бізде мысықтар. Ал ортасында иттер де, мысықтар да. Бізде жалпы 1240 үй бар. Бізде x белгісіз, яғни итте мысықта бар үй саны белгісіз. Оны x деп қоямыз. Ал тек қана иті бар үйлер санын табу үшін не істейміз? Иттен, яғни 992-ден, иттердің санынан 992-ден азайтамыз, мына ортасында тұрған санды, яғни x-ті. Одан кейін жалпы мысықтар саны 620, ал тек қана мысықтар санын табу үшін 620-дан азайтамыз x-ті. Енді осы үшеуінің қосындысы 1240-қа тең. Өйткені жалпы бізде 1240 үй бар. Так, есептеп көрейік енді. 620 азайтылған x қосылған x қосылған 992 минус x. Бұл үшеуінің қосындысы бізде 1240-қа тең. Сонда мынау минус x пен мынау плюс x екеуі кетеді. Сол кезде мына екеуін қосамыз. Так, 1612 шығады, қателеспесем. Азайтылған 1240 болады. Тең
x-ке, яғни минус x мына оң жағына барып плюс x болып кетеді. X тең, так, мына екеуін азайтатын болсақ, онда так 372 болады. Сонда жауабы бізде 372 үйде ит те мысық та болуы мүмкін, ең аз дегенде. Сонымен бүгінгі есептер аяқталды. Енді осыдан көп нәрсе түсінікті болды деген үміттемін. Үй тапсырмасын толықтай шығаруға тырысыңыздар. Сол кезде ғана нәтиже болады. Жақсы, сау болыңыздар.